Сыныбы балалар, қазақ тілінің 45-ші сабағы 2-ші сынып. Тақырыбы хабарлы сөйлем. Бүгінгі сенің білетін сөйлем түрлерін анықтау. 33-ші жаттығу мәтінді оқы. Біздің сынып хайуанаттар бағына баруды ұйғарды. Сол үшін сенбі күні сағат 10-да мектептің алдына жиналдық. Осы кезде мұғалім өзінің ұялы телефонына хабарлама келгенін айтып, оны бізге оқып берді. Қалалық сенбілік болуына байланысты бүгін хайуанаттар бағы жұмыс істемейді. Әкімшілік, біз жоспарымызды кейінге қалдырды. Балалар, алдымен біз бұл сөйлемді қандай сөйлемнің түріне жатады екен? Хабарлы сөйлемге жатады. Хабарлы сөйлем сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап берді. Енді бұл жерде біз хабарламаны тауып көшіріп жаздық. Неке көкпен бөлініп қойған сөйлемді ол хабарлама екен. Хабарлама өте қысқа және мазмұны түсінікті, тиянақты болып жазылады. Хабарламаның мәтінінен өзгешілігін тауып көр дейді. Өзгешілігі оның жаңа айтқандай көлемі қысқа, нақты бір ақпарат туралы ғана айтылады. Сондықтан хабарлама дегенді үнемі естеріңе сақтап, хабарлама келсе оны орындап, неке ол ауа райына да байланысты хабарламалар келеді. Әртүрлі жағдайға байланысты хабарламалар болады екен. Неке өздерің суретте көріп тұрғандай. 34-ші жаттығу хабарламаларды оқы, оларда не туралы хабарланған екен. Бірінші, Шолпан туған күнімен құттықтаймын. Әсел, яғни Әселдің Шолпанды туған күнімен құттықтай отырып, оның туған күніне де баруға болады, сондықтан оған хабарлама жіберіп жатқанын неке бірінші суретті қарайтын болса. Екінші, ертең сағат 12-де әуежайдан күтіп ал дейді. Өте қысқа және түсінікті қылып, ұшақтан түскеннен кейін оны әуежайдан күтіп ал туралы хабарлама жіберді. 20 қаңтарда күтіп ал, 2-ші пойыз, 7-ші вагон жаңа. Мінеке ол досына ма, туыстарына ма осындай хабарлама жібергеннен кейін жаңағы адамдар оны қосып алады екен. Хабарламаларда күтіп алу жайында айтылған барлығы да. Хабарламада балалар сөздердің саны нешеу екен? Біріншісінде 5 сөз, екіншісінде 3, 4, 5, 6 сөз, үшіншісінде жаңағы көбінесе цифрлар бар, неке өте қысқа және нақты қылып беріледі екен. 35-ші жаттығу мәтінді оқы. Онда неше сөйлем бар, оны қалай анықтадың? Біздің мектебіміз орталықта мектептің бөлмелері кең, жарық, терезелі үлкен. Яғни бұл жерде ешқандай тыныс бермегесін біз оны ойымызды нақты, тиянақты айта алмаймыз. Енді қазір біз жазып көрейік. Біздің мектебіміз орталықта. Мектептің сынып бөлмелері кең, жарық, терезелері үлкен. Менің сыныбым 2-ші қабатта. Біздің сыныптың оқушылары әдепті. Енді бұл жерде сөйлемнің қандай түрі екен? Сөйлемнің біз хабарлама сөйлемі деп айтамыз, себебі нүкте қойылған. Содан кейінгі әр сөйлемнен кейін біз нүкте қойып мәтінді оқып шықтық. Енді осы мәтінді өздерің көшіріп жазасыңдар. Енді мәтінге қандай ат қоямыз? Мәтінге біздің мектеп деп атауға болады екен. Әрбір сөйлем негізгі ойды білдіріп тұр. 36-ші жаттығу. Сынып оқушылары табиғат аясына саяхатқа барып келді. Саяхат барысында алған әсерлерін туралы диалог қыл деп тұр. Енді біз екі оқушының арасындағы диалогты неке құрып қойдық. Олар саяхатқа барғаннан кейін қандай әсер алды екен? Кәнеке сұрап көрейік. Жібек айтады: Асқар, бүгінгі саяхат өте керемет болды. Сен саяхаттан қандай әсер алдың? Асқар айтады: Жібек, мен саяхаттан керемет әсер алдым. Мен үшін Қазақстанның әрбір жері аса көрнекті, сұлу болғанымен, жұмбақтас бәрінен де керемет екен. Бір күн қонамын деген адам бір жұма қонады. Жібек айтады: дұрыс айтасың, Асқар. Сенің сөзіңе келісемін. Жұмбақтас өте әдемі, сұлу, әсем жер екен. Балалар, Көкшетаудың маңайында Жұмбақтас деген өте керемет жер бар. Егер барып көрсеңдер, сендер осындай әсерде боласыңдар.
Қызылмен жазған әріптер бойынша жұмбақты оқып жүр. Балалар, мына жерде қызылмен бірнеше әріптер берілген. Енді біз осы әріптерден қандай жұмбақ құрастырған екен, соны байқап көрейік. Кәне, қай әріптен бастаймыз, балалар? Ойланыңдаршы. Иә, мына жерде астындағы әріптен бастайық. Қашық, қашық, жердің сәлемін тез ақ алып келеді. Ендеше, балалар, бұл жұмбақтың шешуі екен, телеграмма екен. Балалар, естеңдер ме? Телеграмма бұрын осындай қағазбен де беріліп жазылатын. Қазірде де бар телеграмма, жаңа бірден жылдам жететін. Бірақ осы телеграмманың орнында қазір бізде менегерде бізге көмекке телефон берген екен. Адамның жаңағы өмірге жылдан жылға немесе ғасырдан ғасырға осындай әртүрлі жедел хаттар әртүрлі түрмен келеді екен. Алдында осындай телеграммамен келсе, қазір кезде біз оны осы телефонмен, ноутбукпен жылдам хабар бере алады екенбіз. Осымен балалар, сабағымызды аяқтаймыз.